Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін қаңтардың 28-і күн жел бізде. Қарағанды облысы осындай. Қора тазалауға келдім. Тайша қораны тазалауға келдім. Начудан бәрі мағым. Көз тазалап, мынаны сақ қоям, сыныран төгетін болады. Таңғы сағат 8. Күн деген жел екен. Кеше күшті болған, жылы болған. Күн осындай болып тұр. Ал достар, күндеріңіз сәтті өтсін. Ал достар, тазалап қойдым ғой қораны. Шындалып тазалап қойдым ғой. Шанаға сақ қойдым, симағаннан жердегі прицепке лақтырып қойдым, 2-3 күрегін. Енді ана қора жаққа барам. Талада түсіре алмайым, күн жел. Естілмей қалады даусым. Достар, аңараңыздар күнді. Аяз шантып тұр, желді аяз ғой. Дөңгідей таулар көрінбей тұр ғой. Ана. Неге сиырды өрсік айдайсыңдар, шөп жоқ дегенде. Қардың бәрі ауылдың ішінде ғана. Қардың бәрі. Далада не бар? Шөп бар. Ана тауларда, қара жалдың бойында сиыр жайылатын шөп көп. Просто ана қардың бәрі ауылдың ішіне ғана үйіп тастаған ғой. Далада қар жоған жоқ, қатты борандарды шырып әкеткен. Өз неше комментария жазды. Неге айдайсыңдар далаға деп. Далада шөп бар. Сиырлар қойып келеді, біз жатар орнынан тағысақ қойып, сонда да. Ол шөптің өзінің қатты тауыса қоймайды олар. Далаға қараңыз. Аяздан қалай шантып тұр. Қара шантып тұр. Суға келген бүгін. Кеше күн жылы болып еріген даже. Бүгін осылай. Айланғай оран тазалап отыр екен. Мен жақта күрегімді алып келдім. Бірге тазаласайын деп. Нұрлан оран тазалап отыр екен. Өсіп кетті деп. Қойып тұрып тазалап отырмын дейді. Сосын өсіп кетті. Өшіне туы кетті. Қоқ туы кетті. Жөтел деген басып қойды ғой бір. Қазір шет тазаймыз. Жапақ қораны тазаймыз. Болды, сосын деймін бе. Маған болады ғой. Нұрланға жұмыс деген жетеді қойда. Шөп түсірет, жем берет, суа келет деген әңгіме. Мен зато үйге барып кір жуам. Тамақ істеймін, үй жинаймын. Үй жинамай кеттім әдейі. Күнде үй жинап шығам. Үйекіл деген быт қылып шашып тастайды үйдің бәрін. Айтып кетсен де шашып тастайды. Бітте ғой, әлі түсінбейді. Сондықтан бүгін үй жинамай шықтым. Үйге барып үй жинаймын. Екеуден екі шаша береді. Екеудің бұн болғанда кішкене таза тұратын. Ол ұрсып нететін аналарға тыныштандырып отырғыз қоятын, бет алты шаштырмай. Мұны ауылдар қоймай, кішкентай. Екеуін тыз отырғанын өз қайдаштыр деймін мен. Осы қораншы. Біз тазалап болғансын тазалап болдық деп түсірем деймі. Үнде деткені сотқа қоятын жер жоқ. Ал достар, болдық на қорады. Енді бойдақ қораға барамыз, күрегімді алып кетем. Бұдан жеп tasалап отыр. Кеттік сонымен. Ал достар, екінші қораға келдік. Мұндай чудо болатыр. Оған бұл суы кетті. Мына жерден бұл кеше алдын тазалай берем. Сәттілік қойыңыздар. Достар, ал біз нағыран почти біттік. Мына жерде кішкене ғана қалды. Мұнда бұзаулар тұр. Сол бұзаулардың астын тазалаймын. Сонымен тағы бір тәшкеде көмінде ғой Нұрлан. Кете бер дейді үйге. Балаларды қара деп тұр. Бізден андай боран соғып кетті аяғысынан. Еще аязымыз қара. Боран соғыпты, артық көрінбей. Қайта сиырлар тауға кеткен. Таудан жайылып келеді ғой. Біздің ауылда боран болғанда, тау бар ғой, соның ар жағы қара жал деп аталады. Сол жақта вообще боран болмайды ғой. Ол ғой осы ғой. Мына жерде көрінбейді, бірақ бір туған сиыр тұр. Шөп жеп тұр.
бұзауы қайда десе. Бұзау ана жақта қойдым. Мынаның ішінде тұр араңда. Сол достар, сіздермен болған Асылбек айқымыз. Сау болыңыздар, әлі жұмыс көп.